Украина президенті Америкаға авай майесіні сұрап бош қолынан келмеді. Володимир Зеленский Русия бүдік женг башлатқанындан берілі америкалы зенадашының даветіне ilk сефер Украинаны терк етті. Пиас сарайының авал кабинетінде Джо Байден жебеден кетірілген бақшыш алды. Хаймырслар батареясының команданы Украина президентінен өз әрби ярарлықлары үшін хачны Америка президентіне юллады. У нас тут є традиція, і я йому дещо передам. У мого сина, який воював в Іраку, є те, що вони називають командною монетою. Ви бачили ті монети, які ми отримуємо на полі бою? Я подбаю про те, щоб він отримав таку «Дякую вам». Украина семасынан имайесіде кувветлештірілежек. Якын вақытта берілежек ярдым пакетінде Patriot зенит ракета комплекслері қайдетілді. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України. Тільки так ми позбавимо державу-терориста її головного інструменту терору, можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці, по наших людях. Байден Путинні Украин энергосистемасына ұжым етіп, қышны силә оларақ құлланғанында қабатлады. Америка президенті өз чықышында қайдеткеніне көре, Москвадаки диктатор Буджингтен ичте ғалип оларақ чықмайжақ. У нас бачення одинакове, що вільна, незалежна, процвітаюча, безпечна Україна дуже важлива. Ми обоє хочемо, щоб ця війна завершилася. Ми хочемо її закінчення. І в той день, якщо б у Путіна була якась честь, то він би зробив це і закінчив її. Але це не трапиться. І це не трапиться зараз. Коли президент Зеленський буде готовий говорити з росіянами, він буде говорити, і в той час він досягне успіху, бо виграє на полі бою. Америка Конгрессы Зеленскийні алғышлары қаршылады. Президент анда сары мавы байрақны кетірді. Оны Бахмут имайджілері беріп йоллады. Президент өз чықышында Украина, Америка Бірлешкен Девлетлері ве сербез дүния бір олғанны қайдетіп, ама Украина қанлы Русия режиміні тоқтатмақ үшін чоқча силя ве силя едеклеріне мұқтач олғанны айтты. Душман Донецк вилетінде ұжымге кечмейін тұлуларына тоқтатмай. Опытны Бахмут, Авдеевка, Маринка ве жебе сызығында олған дегер қасабалар душман артиллериясы ве танклары ұжымлер алтында бұлына. Рашистлер Эркон жебеге бір чоқ арбийны ташлай. Баштапнан малюматна көректек тыневонка кондевамында Украина емайджілері 15-тен зияде душман ұжымына ұрық қайтарды. Душман бар күчіні құлланғанны бақмадан бірде-бір муафақиетке ерішіп оламай. Украин ракетачылары ве топчылары душманның арқа позицияларында олған силя едеклеріні йоқ етмеге девам ете. Підтверджено вогневе ураження 17 грудня поточного року зосередження особового складу та техніки противника в районі Горлівки Донецької області. Там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких – офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами. Інформація щодо поранених уточнюється. Ишғал етілген Қырымда инсан ақлары бұзылмасы, женкке қаршы олған фааллер ве Қырым татарлар тақып етілмесі, ишғалжілер тарафындан медени мирас йоқ етілмесі, тамыр халық темсілжілері ве этник украинлерге ана тілінде тасил алуынывы ясақ етілмесі, Украина девлет векіллері олар арасында меджлис азалары, Ақ Құрчалайжы тешкілят векіллері, Омбудсмен офисінің азалары ве Украина президентінің Қырымдаки дайми темсілжісі Страсбургта Авропа Шурасынан баш кәтебі офисі тарафындан тешкіл етілген Төгерек Масай тарафында топлашып, марузаларынан чықыш япты. Есабатқа тәжавузжы Русия бұйық женг башлатқан сон япқан жинайетлер кірсетілді. Бұл сене июннің 16-сында Авропа Шурасы назирлерінің комитеті баш кәтепнан ишғал етілген Қырымда инсан ақларына бағышланған эвелки есабаты есасында ишғалжілер тарафындан этник украинлер ве Қырым татарларының ақлары бозылмасыны тақбих етті. Бұл малюмат Авропа Шурасынан баш кәтебі Мария Пичинович Буричінің яңа есабатына кірсетіліп, ишғал етілген Қырым ярымадасындаки вазиет аққанда язда Авропа Шурасының назирлер кабинеті рей бережек.
Мы видим, что те и репрессии, и те нарушения прав человека, которые происходят в Крыму, они еще более усилились. Конечно же, мы не могли не остановиться и на том, что делает государство. Я, как представитель президента, все-таки остановилась и на действиях украинской власти, в том числе на тех аспектах, которые касаются реинтеграционных процессов. Это и вопросы российских граждан, которые, по нашему мнению, украинского государства должны выехать с территории Крыма после возвращения контроля над Крымом. Это и вопросы ответственности за коллаборацию, за преследование и нарушение прав человека на территории полуострова, вопросов амнистии, иллюстрации, судебных решений. То есть это массив огромных вопросов, на которые нам необходимо сейчас уже искать ответы. Это вопросы коренного крымско-татарского народа, и с этими вопросами мы также работаем, мы нарабатываем законодательную базу относительно статуса крымско-татарского народа. Ми тут обговорювали все те, що пов'язано з правами людини в окупованому Криму, з правами кримсько-татарського народу. Ми виказували різні підходи, позиції, але вони всі були одностайними в тому, що єдиною і головною причиною всіх цих порушень прав людини, порушень прав кримсько-татарського народу, корінного народу Криму – це є російська окупація. Ця наша робота, як нам дуже хочеться в це вірити, бо ми тут єдині в тому, щоб якомога скоріше все-таки покласти край всім тим агресивним діям, які здійснюються Росією, які привели і все ще продовжують приводити к новим катастрофам. Жебеде Геннадий Афанасьев елек oldu. Сабық Кремль мабусы Русия бұйық женг башлатқанынан Киевнің территориаль мудафасына қошылды. Sonra жебеге кетті. Украина силалы қоветлерінің 241 бригадасында Тор тақмадынен қызмет етеді. Ол Луганск вилаетінің Белокиревка қасабасы янында елек олмасыны яқынлары ве ақрабасы хабер етті. Ахмеджеттен олған фотограф 2014 сенесі Сенцов давасы бойынша тұтылып терроризмде қабатланған еді. 2014 сенесі оқырым ишгаліне қаршылық көстермеге тұрышты. Нәтижеде оны рус ишгалжілері тұтып, теракт hazırlamasında қабатлады. Bu dava бойынша онен beraber Олег Сенцов, Александр Кольченко ve Алексей Черни тұтылған еді. Афанасьев Рус mahkemesінде басқа алтында берілген танықлардан вазгечіп, o азапларға чектірілгенін хабер етті. Оның яңы шатлығы esasında мабуслер көтекленгені ve тоқнен қиналғаны белі oldu. Рус mahkemesi оны 10 yılға mahkum etті. Апсханеде бірқач ел тұтылған сон 2019 сенесі деңіштірілуф нәтижесінде Украинаға қайтарылды. Киевде яшап дегер сияси мабуслер азат етілмесі үшін наразылықлар тешкіл етейді. Геннадийның омыр арқадашы ве кішкене қызы қалды. Мурманскта Русияның Адмирал Кузнецов адыны ташыған учақ ташыған гемі яна. Бұл Русияның екәне бойлы гемісідір. Ошымды звездочка Тамир заводында тұра. Янгын гемі кенарында башланған. Андан қара тұтын чықы башлады. Ешгалжілер бұны кічік янгын деп адландырып, құрбанлар йоқ дей. Бұл гемі 2016 сенесі Суриеге yol алғаны вақыт бұтын дүнияны өз қара тұтыннен күлдірді. Бұндан сон геміде бірқач кере қаза oldu. Үстінден атта қырыжы ве бомбардыман учақлар деңізге түшіп кетті. Бұндан сон оны Русияның шымаліне тамерлемек үшін yolладылар. Уанда енді 5 жылдан беріле тұра.